Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы атам төртеу отырады, екінші сабақ. Бүгінгі сабаққа қойылатын мақсаттар: мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау, қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану. Бүгінгі сабаққа байланысты тапсырмаларды орындайық. Сөздерді қазақшаға аударайық. Почетное место, порог, пожилой человек, гость. Проходите, взрослые. Өзіңді тексер. Почетное место – төр, порог – босаға, пожилой человек – қария, гость – қонақ, проходите – төрлетіңіз, взрослые – үлкендер. Жақсы. Енді балалар ережеге көңіл аударайық. Жалпы есім және жалқы есім. Зат есім, заттың атын білдіретін кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Зат есімдер мағынасына қарай жалқы есім және жалпы есім болып бөлінеді. Жалқы есім адамның, қаланың, жан-жануарлардың, шығармалардың және тағда басқалардың атын білдіреді. Мысалы, Алматы, Айару, Ақтөс. Ал жалпы есім заттардың ортақ, жалпы атауын білдіреді. Мысалы, қала, қыз, ағаш, ит және тағда басқалары. Келесі тапсырмамызды орындайық. Төменде берілген сөздердің ішінен жалпы есімдерді теріп жазыңыздар. Төр, жасы үлкен, сыйлы, қонақтар, қастерлі, орын, үйге, келген, төрлетіңіз, жастық, қойып, көрсетеді, дастарханға, кісілер, қарт, қиындықты, әжені, ақсамайлы, көрпе, босаға. Жақсы балалар, енді өзіңді тексер. Төр, қонақтар, орын, үйге, жастық, дастарханға, кісілер, қарт, қиындықты, әжені, көрпе, босаға. Жарайды. Келесі тапсырмамыз: суретті пайдаланып, сұрақтар әзірленіңіздер. Өзіңді тексер. Бірінші сұрағымыз: отбасының мүшелерін ата. Екінші сұрағымыз: ата мен әже қай жерде отыр? Үшінші сұрағымыз: іні қай жерде отыр? Төртінші сұрақ: отбасы қандай? Бесінші сұрақ: дастарханға кім бата береді? Жақсы. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.